келгендер біздің екі одаш Ринат Акшурин мен Ринат Мухаммадиев. Ринат Акшуринді білеміз. Ол Российской Федерацияда белгілі кіші, екісінің заманда көтеріліп қалған кіші, екісінің елімізді операция шағын врач. Ана ролетін көтерілер, шошы есемі бар. Бүгін ректор бәлі? Ректор түгіл, ол зав. Отделение мады, дәшекелер. Ана регалиялар негізор. Ринат Мухаммадиев деген кіші, ол заманында Татарстанның Жазушылар Союзының жетектерін кіші. Шындан ол кетті Мәскеуге, одан мәселе ұртап дөтіп алды. Я, онда көтерділер оны, шында тіледі. Татарский мир деген газеттің баш редакторы. Соны бастыралар. Онда Акшуринлар деген ақша тауып, онда спонсорство жасап, шығаралар. Ол менің пікірімше енді сойғанда газет, онда шушы, опять-таки, империя турында, орыс империясын қойғанда тұрған бұл газет. Шунан соң, мен бұл Акшуринді, Мухаммадиев ол біздің Поволжский тотар. Но мына Акшуриндар, ана шушы Мәскеуде қылған кішілер, мына шу Мининдар деген, Касимовский тотарлар, Нижегородский тотарлар, олар қойшы тотарлар. Олар деген фақат шақ ғалимен кішілері. Осанның оларға келген Яузиман білен бірге. Оларға бірге заманнан сатылған Касим тотарлары. Мен айтмейм сіздің әлі біз Касимовский шушы Мәскеудегі тотарлары қоршы қылып деді. Но біз тарихта біз не? Хақиқатты білге керек бізге, оны тұрға керек біледі. Ол айта бекеме шында йорттық әскері ол тотарлар болған, йорттысынан көбірек. Фильмді. Яузиманның айы, онда была теге. Просто хоннардан разборка за влияние на Казанский ханство имеш. То есть онда теге біздің ата-бабаларының бір қырмай кетіп теге искалап атын сайын барып қатыр күндерінде еткен шушы тотарлар. Олардың теге сотлық жандардың көздігінен олар просто шында еткені бір местный разборка болған. Но ведь біз как раз өзіміздің мұстақил дәулетшіліктің үйғалтқан шушы Қазанның олы біле. А олар уже көптен үйғалтқан өздерінің мұстақилдегі дұрысқа қызметке кіргендер олар служили тотарлар. Мына Қазан алғаннан соң шушы служили тотарларға мына 30 километр Қазан тиресінде радиус 30 километрдан оларға бронжерой арай. А мына біздің тотарларға, Қазанды yoqlaған тотарларға, Поволжский тотар деп айтайық бүгінгі күнде. Оларға 30 километрға яқын келуге ярамайды Қазанға. Қалған зор шайдар янына келуге ярамайды. Һәм шушы фақат біздікілерді шоқындыралар. Олар не шоқындырмайлар? Касимовский тотарларға тимейлер. Мына Поволжский тотарларды шоқындыру бар. Шоның үшін, конечно, Мөхәммәд Хазрәтлі мен қой бір яқта риза, но онда бек риза түгел. Аны ұнатырға керек. Біз нешкен толамыз, біз ата-бабалардың қанын ұнатырға тиіс болып шығамыз. Но мен айтмеймін, біздегі соғышшылар оларға қошы шығарға керек деп. Шунан орыс ол тоже ойра. Мына кинода айтылып кеткен, сквозь. Имештегі поволжских татар хотели депортировать. Опять же, Касимовский татарларға тиюю. Мына поволжский татарларын депортировать ету. Имештегі, мына, как көргенмеу, пассажирлер екенде біләлерінің героиканың көңі соғыштан сәкім. Бір шек қайтада, ол қайта тегін мобильский тетради. Омар Шевикиновның семьясын уже репрессировать делегері. Ну, бұл тебе пассажирлер көп насыз барданда, как раз. Мына шушы кішілер, Мухаммадиев енді Ринат, бұл бары берді Қырым татарлар янына, Қырымнан құшынан вақытта угетта берді, Россияда рахат деп. Қазір Қырым татарларын ізердеркен вақытта, тауышы шықпайыншы Қырым вақыт болмады біздің, вақытны қысқа қойдылар бізге. Бүгін соқырған ебіл, бүгін аны мұнда соқырған. Ол келмей, конечно, мұнда бізге. Не үшін келмеді, біз аны шақырған. Онда қазір ана тауышы шықпай, Қырым татарларын ізердеркен барады, изу барады, физически уничтожение барады. Аны сонда ол дәшмейді. Мына шошы кішілер келгендер, мына шы түгәрік үстел өткеріге. Онда аны программасын қарасаңыз, олар теге нендер ерге баралар, мұнда достижение қораға баралар, тегінде достижение баралар да, бір күн алдан башланған. Мына кіші бұл түгәрік үстел, олардың пленарный отырышында болған. Онда кімдер кіргендер білмеймін, оны тұрда біз білмедік. Мына бұл түгәрік үстел тұрда енді рахмат мене Лукманов Алик шалтыратып айтты. Мен өзім ауылда болған едім, но біз үлгірдік. Оның природа түгілінде өдесі отырышының шәрі. Шынан, біз келуге шәрінде, онда уже шырыслар жасаған болған кімдер, победный авиациялар, мына баршылар олда көл, бұл теге туры ғана айтып, шұма ғана айтып өтіп кетеге болған. Ну, ансы ярады. Мен теге, сиямен біз анда теге бұшы көтерген тұрында. Не үшін мына шушы әйбірлер бара? Не үшін мына шушы киношыға? Не үшін мына шушындай түгірек істелер? Ұйыштыралар бізде анда татарская идентичность деген болады янасы. Чүнки империяның халі мүшкіл бұл мүмкінді. Путин бекенде уже қазір пайда болғанда ол айтып қойды. Имеш, вот Татария же государственность российскую спас, имеш, там, Мининді, өзі айтып кетті.
Әлі Валдайский клубта айтты ол, әлі жол Селигерда олардың шоқанып кеткен Селигерда. Селигерда туды. Шол нәрсені, ну, Валдайский клубта айтып кетті оланы. То есть бұл қар ставкасы внутренний резервлар ізлей, өзіне поддержка ізлей. Біздің yüзден бұл көре поддержка ізлей, нешік болса да. Шоның үшін, мына шошы Төңкерекстанның ұйыштыруда шул, бұлар мұнда эмиссарлар. Дегенде информация жерді келгені бұлар. Бұлар, как штукашлар деп айтып. Шuna мына бір кішіміз айтты бет әлі, теге ФСБ қошуы бойынша бұл кинода шыққан деп. Дұрыс, бүгінгі күнде елде ФСБ хүкім сүрі. Фақат бүтін қорарлар ФСБ тарафында шығады. Мына шуша еверді де ФСБ шығарып, киноны шығарып қошқан. Бұл Фарид Фарисовны, конечно, анда сөйлесе де бар, но бізге, тем не менее, информация да оларға керек болады. Шунан мен кішігінен анда шығыш жасаған ем, анда айтып та кеттім бұларға, бұл кішілерге енді. Ну, білсіндер дейді. Не дейді, әгер де біз кия екен оларға, бізде мұқтаждық бар екен, әне бізге пайдаланмасқа шу фұрсаттан, һәм әйтергә татар теленә дәүләт статусы бирелгән. Россия күләмендә. Россия масштабында әлбәттә. Чөнки сугыш вакытында булган бит менә теге татар газетлары чыга башлаган, татар теге корреспондентлары, татар кинолары чыга башлаган, татарны герой итеп күрсәтә башлаганнар. Ничектер татарны теге сугышка пошышны нәрсә чыгарга. Бүгенге көндә бит Россия сугышка кирип маташа. Булар ишетмәмешкә, салыштыру ишеттеләр, башын тыңлап тордылар. Мен әйтәм, бүген безнең бөтен дөнья, икенче дөнья сугышы алдында тора иде. Россия гаибе белән, Россия аркасында. Шуның өчен безнең пушечный нәрсә ясарга кирәк. Татарлар яңадан. Яна пушечный нәрсә ясарга кирәк. Шуның өчен монда безне әгәр дә булырга әйтәләр икән, безгә сатып ашарга кирәк. Ну, булар теге полномочиялар күрәсен бит юк, аны икенче килгәндә сорарга кирәк. Сезнең ниндирәк вакаләтләрегез бар дип, менә шул кешеләрдә. Менә шулай сорашактым мин, алла бирсә.